Ұшқан ұя. Менің бабам Имаш 1911 жылы 90 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момынал екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықты ғаса жарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай әрі ол кезде ел арасында некен саяқ. Ол біткеннің бәрі қазанның түпкесіндей әкесіне тартып, қара болды. Қыз жағы өзіме тартып ақ құбаша ажарлы шықты деп отыратын еді жарықтық. Әжем өзінің ұлдарына өңшең аққуаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты, сабау қамшылы жүріпті. Әжем оған: «Әй қарақұл, мен Құдайдан саған ай көрікті ақ перизат жолықтырғай деп тілемін. Тым болмаса немерелерімді жиркенбей сүйейін» дейді екен. Бірде көрші ауылда үлкен той өтіпті. Той ойын сауықсыз болған ба? Үлкен киіз үйдің ішінде жігіттер мен қыздар айтысып жатса керек. Той дегенде қу баста домалайды. Кемпір сампырлармен ілесіп, менің қыз тумас әжемде келген екен. Кәрі құлағы елең етіп киіз үйден шыққан айтыс ән естіп қалады. Біздің ауыл Мыңбұлақ, басын ала, басында орамал жасыл ала. Көңілің бізде болса ей құдаша, біразырақ отыршы қасың ала. Қыздың дауысы жайдар естілсе де, жалтара жауап қатып отыр екен. Кәдімгі бас қосқан жердегі бастам өлеңнен ұзай қоймапты. Дегенмен сөз арасында жақсы жігіт дегенді жиілете берсе керек. Қыз тумас әжем оны да сезіпті. Қарашаға ендеше, қарашаға, кисе киім жарасар аласаға, бас қосыпсыз бұл тойда жақсы жігіт өлең айтсақ болмай ма тамашаға? Бірақ жігіт жағы алғашқы екпінен танбай, ынтық көңілін ұсына беріпті. Мыңбұлақтың сулары сылдырайды, сұлу қыздың бұрымы бұлдырайды. Құдаша деп сыртыңнан құмартушы ем, ескергейсің ендігі біздің жайды. Құдашасына сонша өзі өреп отырған кім екен деп, әжем есіктен сығалап қараса, қара батыр құдаша, қара батыр, жау қайрар жасқанбай дара батыр. Тәңірайдап өзіңмен бас қосыппыз, осы кесе сіз жаққа бара жатыр деп. Өлеңмен бір бойжеткен қара қызға аяқты бұрып тұрған өз Момыш екен. Әжем сонда ұлын айғай салып: «Өзің қазанның түпкесіндейсің, күйеге күйе жақса не болмақ құдайым ау» деп баласын үйден қуып шығыпты. Анасының айтқан ішінен ұнатпаса да, әкем оның ырқына көнеді екен. Баласына қанша ұрсып, қатал болса да, әжем менің әкемді жақсы көріп мақтан тұтып, бұл қарақұлдың түрі маған тартпаса да, ақылдылығы тартты, соған да Құдайға шүкір деп отырар еді. Әкем содан айтыс қуып әндетіп жүре-жүре 33 жасында Байтана руынан Әбдірахманның Рәзия атты қызына үйленіпті. Ол менің шешем еді. Ол кісі мен 3 жасқа толар толмастан қайтыс болған. Анамның қандай кісі болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана білемін. Қайран әжем өлгенше Рәзия келіннің қазасына қайғырып өтті. Мезгіл-мезгіл тоқаш қуырып, ас пісіріп, келіннің аруағына бағыштап Құран оқытар еді. Жатқан жерің жәннаттан болсын, маңдайыма симай кеткен періштем Рәзия деп, өзінен өзі отырып, көзіне жас алып қайғыратын. Сөйтіп Рәзиядан қалған немерелерінің басынан сипап, маңдайымыздан сүйетін. Рәзияның тұңғышы Үбіш, онан кейінгілері Үбиян, Сәлима, Әлима, кілең қыз бала болады. Момыш әкемнің айтуынша мен 1910 жылдың қысында ескіше декабрьдің 24-інде туыппын. Әкем ол күні әулеті шақарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан жаққа кісі шаптырып, әкеме де хабаршы жіберіпті. Біздің ауылдың Байтоқ деген кісі 60 шақырым әулетаға ат сабылтып жетіп, әкем жатқан үйге кіріп келіп, бір ауыз сөз айтуға дәрмені келмей, Момышты құшақтап жылай беріпті. Әкемнің қарындасының үй іші үрпиісіп, бір жаманат хабар жеткен екен деп қорқып қалады. Ақыры бір Байтоқты жұлмалай: «Не боп қалды айтсаңшы» деп тақақтағанда ғана Байтоқ: «Жеңешем ұл тапты» депті. Үрейден үрпиіскен жұрт енді мәз-майран болып, қуаныштары қойындарына сыймай, Байтоққа сүйіншісін беріп аттандырыпты. Әулетадан әкем қайтып келгенде, ағайын жекжат құтты болсынға жиналып қалған екен. «О, Момыш, балаңның бауы берік болсын.
Ақменте бабасындай батыр болсын. Ақмоладағы батыр бабасындай мәрт болсын. Бәйдібек батырдың аруағы қолдасын. Домалақ анамыз жар болсын десіпті. Сөйтіп шілдехана тойға ұласыпты. Той соңында Имаш атам алақан жайып, ел қарияларынан бата сұраған екен. Төл немерең, бел немерең ғой, бата жөні де өзіңдікі десіпті ақсақалдар. Сонда Имаш бабам былай деген екен. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным. Қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным. Бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлыным. Жарық дүниеге келгеніме 2-3 ай болғанда шеше мені күн көзіне шығарып, Имаш атамның алдына келіпті. Атам ерте көктем алдында ағаш отырғызып жүр екен. Адасының қолын ұзартып қолғабыс беруге келді депті шешем ізетпені келіп. Атам еміреніп, мені алақанын алыпты. Қолыма жас бұтақ ұстатып, құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма, бәрінен де шырағым баяны жоғыл болма деп келініне мені қайтарып берген екен. Атасымен алғашқы дидарласуының құрметіне деп, алғашқы өсиет өмірлік өнеге болсын деп, әкем сол күні кешке мал сойып, ауыл ақсақалдарының басын қайта қосыпты. Мен туғанда әкем 50-ден серіп қалған кісі екен. Әжем жарықтық, әкемді балаларының ішіндегі еті тірісі осы болады деп отырар еді. Әкем өз бетінше талпынып жүріп, ескіше сауатын ашып алыпты. Содан өлгенше өз бетінше оқып тоққан адам. Ол есеп қисапты тәуір білетін. Тіпті орыс алфавитінен де ежіктеп шығара беруші еді. Жас күнде ағаш ұста болыпты, етікшіді таныпты, тәуіпшілдігі де бар екен. Әсіресе зергерлікті жақсы көрген. Біздің елде одан өткен зергер ұста болмаған. Жігіт күнінде қыз-келіншектердің көңілін аулау амалымен үйренген зергерлік өнеріне әкем қартайғанда тастамаған. Мұнда ол соққан сақина білезікті салып жүрген көзі тірі кемпірлер бар. Ал ол кемпірлер бір кезде уылжыған жас еді ғой. Әкем өз жанынан өлең шығарып, жиын тойда айтысқа да түсіп жүріпті. Ескі ақын жыраулардың термелерін, қисаларын жақсы көріп тыңдайтын. Бірақ жат қайталмаушы еді. Момыш әкем ат жалын тартып мініп, бозбала халге жеткенде Имаш бабам шаруа билігін соның қолына беріпті. Ауылдағы келін кепшікті бір шыбықпен айдайтын адуынды қыз тумас әжемнің өзі де, момыштан сұраңдар, момыш біледі деп отырады екен. Ағайын туыс арасындағы алыс беріс, көрші-қон мәселесі, ас той, дау-дамай бәрі момыштың араласуынсыз шешілмеген. Әлде қалай ол жол жүріп кетсе, сапардан қайтып келгенше тірлікті соған қаратып, жолын күтіп отыратын болған. Имаш бабамның көзінің тірісінің өзінде біздің шағын ауылды Момыш ауылы дейді екен. Шаруамыз шапшағын еді. Біздің үйдің іші қартайған Имаш бабамнан бастап есін енді біліп келе жатқан баласына дейін жеген нан табанақы маңдай терімен тапқан, ешкімді жалдамаған, ешкімге жалданбаған. Жас кезінде әкемді әйелдер жағы молда бала дейді екен, кейін ұста бала дейтін болыпты. Ал әжем оны қатпа қара деуші еді. Әкем орта бойлы, арық, қара кісі еді. Маңдайы жап-жазық, қасы қалың, көзі шүңгіл еді. Сол арықтығына қарамай керемет күшті болатын. Әжем оны тарамыс деп атайтын. Сол күштілігіне бола атаса керек. Мен бір әжеме неге тарамыс дейсіз деппін. Әкемді кемсіткен екен деп. Не десе де шешемнің еркі деп күлді әкем. Қарай көр мына жаманды, әкесіне болысып жатыр деп әжем өтірік ашуланған болды. Әлі есімде. Бір рет әкемнің Момынқұл дейтін інісі әжеме қойшы апа деп дауыс көтеріп қалып еді. Әжем тарс кете жаздап: сен тұрмақ момыш маған осы күнге дейін бетіме тік қарап сөйлеген емес. Сен қайдан шықтың иттің күшігі? Жоғал, көзіме көрінбе деп үйден қуып шықты. Не боп қалды деп әкем кіріп келді. Әжем оны аймалап, арқасынан қағып: ана өнің көрген сіздеу боп бара жатыр. Жөнге сал туысқаныңды деді. Мақұл апа, сазайын тарттырайын, бірақ ұрмай қояйын, мақұл апа деді. Мейлің деп күрсінді әжем.
Момынқұл көкем сол түні қой қорада түнеп шықты. Таңертең әкем оны жақсылап сөгіп салып, басқа бір ауылға бір аптаға аттандырып жіберді. Сол екі ортада әжем енді Момынқұлды сағынып, «Әй, әлгі тентек неме қашан келеді?» деп қайта-қайта сұрай бергені ғой жарықтық. Ол кезде біздің елде хат жазып, қара танитын адам некен саяқ. Молда дейтін молдалардың өзі Құранның о жер бұ жерінен шала шарпы жаттап алғаны болмаса, нағыз дүмшелер. Ал момыш болса, өз бетінше тырмысып, сауатын ашқан кісі. Сонымен бүкіл аймаққа әйгілі сыйлы адам еді. Жаңадан белі құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздарын шығарып, қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Шағым жазу, арыз жазу салт болды. Ал қара танымайтындар арыз жазып бер деп әкеме келеді. Әкемнің әділдігіне сенеді. Ояздың қасында о кезде тілмәш болар еді. Тілмәш дегенің елді билеп төстеген сұмпайының өзі. Соның аузы дуалы. Ұлыққа сол не десе, сол болады. Арызды тілмәш Оязға не деп аударып жатқан сауатсыз қазақ қайдан білсін? Әкемнің айтуына қарағанда тілмәш дегенің пара жегіш, дауласкер, екі жақты бірдей сорушы жемқор болған. Сенің сөзіңді сөйлемін дейді де, ұлыққа әңгіменің өңін айналдырып жеткізе береді. Ел ішінде неғұрлым даудамай, айтыс тартыс, жанжал көп болса, ұлық пен тілмашқа соғұрлым тиімді. Екі жақты бір-біріне айдап салып, шабындырып, сабылдырып, шығындатып, арандатып, алдап, ұрып ала беру сол кездегі чиновниктердің, атқамінерлердің тәсілі болған. Ол кезде әрбір 3 жылда Ояз болыстар мен билердің төтенше съезін шақырар еді. Оның қарсаңында сайлау науқаны сапырласып, екі ұдай тартыс, жік-жік айтыс, пара беру, жала жабу, бірін-бірі тірсектен қағып орға жығу, айла тәсіл, қулық сұмдық, болыстыққа талас, өртте қаулай берер еді. Сайлау тәртібі бойынша тас салуға 50 түтіннен біргі сөгілдік алады. Ал іс жүзінде бір рудың атынан бір мықты ғана сайлаушы. Бір ру елдің еркін сыртынан сатып, сол елдің азаматтарының атынан сөйлеп, соны үшін пара алып жүретін пысықтар аз емес. Шынтуайттап келгенде дауыс беріп тас салу деген жай сөз. Чиновник оған қарамайды. Болыстыққа таласқандардың қай жағы дүниені көп берсе, сол жағына қарай қағазды икемдеп жібереді. Сайлау қағаздарын қалай жасаймын десе де өз қолында. Соны білетін атқамінерлер Ояздың чиновнигінің аузын алуға жанын салып бағады. Ояз шықты, сияз бардың кер келеді. Көшінің алдында байғұстар бас изейді шыбындап. Бақталастар бірін-бірі балағаттап, қаралап бақады. Домалақ арыз ағыладай келіп, арызды оқып жатқан ұлық болмаса да, қайран Қазекең арыз жазып қалуды парыз санайды. Ол болмаса бас ауыратындай көрінеді. Бойына ас батпайтындай көрінеді. Ұйқысы шала, күлкі жоқ. Есілдерді айбақтатып арыз жазсам дейді баяғы. Бір жолы өңшең атқамінер пысықтар сайлау алдында жиналып алып қатты сассын. Жандар алқымға келіп, қиналып, тығырыққа тіреліпті. Ойбай, қағаз тоқтап қалды дейді. Бір-біріне қатты сасып. Асу бермес асқар белдің алдында амалы құрығандай боп тұрған кездер екен. Ішінде әкемнің нағашысы Байтана Текебай биде бар екен. Ол кісі қайта сайланудың саруайым мен ақылеп-ұқылеп берекесі кете беріпті. Оязға дергесінде мына қағаз бармайтын болды деп қатты қайырған сонша, соны көріп менің әкем Момыш, не боп қалды, неге қиналдыңыз деп сұрайды. Жартыны ешкім жаза алмай қойды ғой, Құдай-ай депті би. Жарты дегені 2-ден 1 екен. Мен жаза аламын депті менің 24 жасар әкем. Сен жаман неме, не жазып жартамын дейсің? 2 күннің жүзі болды. Ол қиын жазуды мына оққан молдалардың өзі түсіре алмай отыр деп Текебай сене қоймайды. Мен жазып берсем қайтесіз депті әкем. Әкемді салы суға кетіп отырған молдалардың ішіне алып барады. Сонда Момыш 2-ден 1 деп жазып,
жарты дегеннің осы екенін түсіндіріп беріпті. Қанша күн басы қатып, қамалып отырғандар өңі кіріп, қайта тіріліп, қуанып, құнжыңдасып, әкеме тәнті болып қалса керек. Текебайдың бақталасы Талас Алатауының бөктерін жайлаған, Жаңабайдан шыққан Байзақ Датқаның баласы Қабылбек деген кісі екен. Байзақ Датқа заманында Қоқан ханына қарсы шығып, содан қапыда қолға түсіп, Құдияр ханның жарлығымен Зеңбіректің аузына байланып, атылып кеткен. Енді міне, сол Байзақтың 50 жастағы ұлы Қабылбек Текебаймен тіресіп қалған кез екен. Қабылбек жағы Текебайды ұры деп, әділдігі жоқ, парақор деп, ұлыққа жамандап жаза берсе керек. Сонда Текебайдың 30 жастағы үлкен ұлы Серкебай Қабылбек жағының әлгіндей жаласына шыдай алмай, жанына 10 жігіт ертіп, Қабылбектің ауылына тасырлатып жетіп барған дейді. Қабылбектің қарсы алдында отырып, қамшысын жерге шиіріп тастап, бір бәлеге бастап, қалың жұрттың арасында Байзақ Датқаның баласын әй балағаттайды келіп, айтпағанды айтады. Елде зәре қалмайды, қан төгілмесе не қылсын деп қалтылдаған халық. Ақ Орданың сыртындағы әйелдер жағы аруақ құдайға сиынып, сыбырласып қана сөйлеседі. Ал Серкебай ақиланып алса керек, ар намысқа тиетін ауыр сөздер айтып, айғайлап отыр. Қабылбек сонда қыбыр етпепті, ләм деп тіс жармапты, қабағында қақпапты. Жаңабай жағы улап-шулап, намыс буып, кек қысып, орындарынан тұра-тұра ұмтыла бастаса, Қабылбек оларға тек қолымен белгі беріп, басып тастап отырады. Бірақ тіс жармайды. Аталас ағайын туғаны бұған шыдамай, қаны қайнайды. Қабылбек тырс етпейді. Оның бұл қылығына аза болған сотқар Серкебай одан бетер одыраңдап, айтпағанды айтса керек. Ақырында атына қарғып мініп, 10 жігітті жанында ауылына салып ұрып қайтып кетіпті. Серкебай кеткен соң, Жаңабай жағы жабылып, Қабылбекке наразылық айтып жатса керек. Ойбай-ау, неге бізді бөгедіңіз? Ақ Орданы басындырып қойғанымыз қалай? Әруақ, әруақ. Әруақтың сай-сүйегін сырқыратып қайтып тірі жүреміз, ойбай. Байзақ Датқаның басынан ешкім асып көрмеген. Біз не боп барамыз? Әлгі өпілдеген төбеттің көтінен қуып барып, қараған құстырмасақ, жер басып тірі жүргеніміз құрсын. Аяғынан салбыратып ағашқа іліп қоймасақ, атымыз өшсін. Аттанайық, аттан Байзақ, дес бермей. Елеуреп, өкпелер өрек боп өршеленіп алған ағайындарын Қабылбек бір-ақ ауыз сөзбен қайырып салып, тоқтат деп ақырып қалған. Опық жейтін сол Серкебайдың өзі болады әлі депті. Ағайындары амал жоқ дейіліпті. Ал Серкебай әкесі Текебайдың алдына барып, мақтанып тұрса керек. Екі аяғын бір етікке тықтым Байзақ әулетінің. Қаһарлы Қабылбектің өзі жұмған аузын аша алмай қалды. Былай деп боқтадым, былай деп балағаттадым. Текебай сонда баласына ақымақ депті. Серкебай үйден атып шығып, өз отауына барып, 2 күн қатарынан нәр татпай өкпелеп жатып алыпты. Ал сайлауға дайындық қызғыз қайнап жатса керек. 3-ші күн дегенде Серкебай әкесіне келіп аяғына жығылады. Мені Құдай сыйлады. Өзімнен 20 жас үлкен Қабылбектің бетінен алып, тілім тиді. Ел көзіне қарайтын бет қалмады. Текебай ат шапан айыбын дайындап, жанына жиын ертіп, Қабылбектің ордасына өзі барған екен. Жаңабай жағы Текебай қол жиып, соғысқалы келе жатыр деп қалса керек. Өздері де сап түзеп, сақадайсай қарсы шығады. Қабылбектің ордасына ат шаптырым қалғанда, Текебай қасына Серкебайды алып, басқалардан оқ бойы озып шығып, әкелі балал екеуі Қабылбек жағына келе жатады. Қабылбек те, мынау соғысатын жерді айт деп келе жатыр ғой деп, өзі жеке шығып, Текебайға тура тартады. Сонда Текебай сонадайдан аттан түсіп, Қабылбектің қасына келіп, менің күшігім саған қарап шәуілдесе керек Қабылбек, айыбын көтергелі келдім алдыңа, кешіремісің сірә, депті. Мына сөзден Қабылбектің қабырғасы сөгіліп, қалбалақтап атынан аунап түседі. О, текті би Текебай, сенің балаңның айыбынан
Менің айыбым асып кетті білем. Аға болсаң да. Сені мен аттан түспей тыңдаппын ау. Сен кешіремісің мені? Бұл әдепсіздігім бүкіл әулетімізге таңба болатын болды ғой. Ой әттеген-ай, ат жапан айып сенен емес, менен ақсақал деп, үстіндегі зерлі шекпенін шешіп, Текебайдың иығына жауыпты. Сөйтіп тұрып, Жаңабай жағына қарап: «Уа ағайын, сайлауда Текебайға дауыс беріңдер, мен қойдым дауысқа түскенді» деп айғай салған. Әлбетте, ағайын арасы аз күн араз құрасыз болғанмен, мансап, дәреже, атаққа таласу, айғай-шу, дырду тоқталмаған. Аз күн жарық дүниеде атақ үшін, билік үшін алысып, жұлысып, ғұмырын өткізген қу заман екі жақты ит шығыс пен алма кезек арандатып қойған. Дүниеден Текебай би де Қабылбек болыста өтті. Ал олардың аттандаулы аламан тасыр өміріндегі бір парасатты сәт әлгі сол екеуі де аттан түсіп бір-бірінен кешірім сұраған кез екен. Әкемді 28 жасында ауылдың старшын сайлапты. 17 жыл старшын боп тұрып, 18 жыл дегенде бұл дәрежесін өз ықтиярымен құрдасы Ереш деген кісіге берген екен. Әкем жарықтық өмірінің ақырына дейін ел арасында тура момыш атанып кетті. Қанша жыл аз ауылдың кішігірім әкімі болса да, бүйірі томпайып, мал біткен емес. Бар байлығы жалғыз аттан артпапты. Әйтсе де, кедейдің қолы жомарт. Әкемнің қызғаншақтық, бақталастық дейтін қу мінезі жоқ, қолы ашық кісі болған. Бары болса, кісі шақырып, той-томалақ өткізуге құмар боп тұрар еді. Дүниеге мал жиюды жек көретін. Бір жолы мен ес біліп, етек жиған кезім базар барып, азнаулақ ақшаны жаратып қойсам керек. Өгей шешеміз мұныма көңкілдеп ұрса берді. Әлден ұрма, ақша бітсе шашып жүреді, тұра бара не болады? Әкем сонда өгей шешеме жай ғана: ақша дегеннің өзі шашуға шығарылған нәрсе де деп тастады. Бала кезімде алыстағы ауылымызға арба мен бақалшылар келер еді. Өрік мейіз, алма алқоры, қант науат, тәтті мәмпәси деген соларда. Бала біткен, әкемізден ақша сұрап қыңқылдаймыз келіп, бақалшыда сумақ, көзімізді қыздырып, қызыл алмасын көрсетіп, бірлі жарымын топ баланың ортасына лақтырып жібереді. Әлгі алмаға сонда жатып кеп таласамыз-ай. Алма бар, өрік бар, алмасаң да көріп қал деп, бір жағынан саудагерде сұңқылдап, жан қоймайды. Алма бізге таңсық, қайран қазақ. Сөйтсек, алма дегенің біздің Мұңбұлақтың бойына өскенде де мәуелеп қалады екен. Ол кезде бағбандықты құптамаған елміз, ал бақалшы айғайлап бара жатады: «Айна бар, тарақ бар, алмасаң да қарап қал». Біздің апаларымыз алма, алқор алғаннан гөрі, сол құрғыр, айна, тарақ, ине жіп алғанды пайда көреді. Тек әкем момыш қана бала құмарлығын түсінетін еді. Әке шешесі ақша бермей, бұртиып тұрған балалардың бәрін қазға тартызып қояды да бақалшыға: «Әй сарт, өрігіңнен бір қадақ, мейізіңнен бір қадақ, мәмпәсиден бір қадақ тарт» дейді. Соның бәрін тепетең бәрімізге бөліп береді. Тіпті сонда бала көтерген келіндері келіп: «Ал атаңа бар, тәтті береді» деп тұрар еді. Әкем базардан қайтқан күні біздің үйде кішігірім той сияқты жиын болатын. Қоржынның екі басы базарлыққа толып келеді. Сонда өрік мейізге бір тойып қаламыз. Бала біткен сондықтан әкемді жақсы көретін. Асылы, істеген жақсылығыңды бала тәуір біледі. Кейбір үлкенге істеген жақсылығың зая кетеді. Қолдан келсе, баланы қуанту керек. Ол қуанса, шын қуанады. Ал ересектердің арасында сырты жылмаң, іш арамдары кездесетін Құдайға шүкір көріп жүрміз. Қолдан келсе, баланы қуанту керек. Әкем менің сондай кісі еді, жарықтық.